Тағы да қайғылы жағдайды естіп жатырмыз. Мына Қарағандыда бір үй өртеніп, 5 періште өртеніп кеткен екен. Туыс әке шешелеріне қайғыра көңіл айтамыз. Саясатпен айналыспаймыз деп жүрген ағайындар, ондай ойдан арылыңыздар. Әр отбасының басына түсіп жатқан қайғысына ортақтасып, өздеріңізде сондай қайғылы оқиғаға тап болмай тұрғанда ертерек ағайындар әрекетке көшейік. Ескертіп айта беруден жалықпаймыз. Әрекет жасайық ағайындар, әрекетке көшейік. Өте қиын ағайындар, жағдайымыз өте қиын. Елдің ішінде болып жатқан сұмдықтар аз емес, мәз емес. Әрқайсыңыз өздеріңіздің басыңызға түскенін күтіп жатпай, іс түспеуін ертерек қамтамасыз етейік ағайындар. Ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол іздейік ағайындар, жалпы қысқаша айтқанда. Қосылыңыздар ағайындар, ортаға қосылыңыздар, белсенді болыңыздар, жан-жаққа қараңыздар. Мынау халыққа қызмет етпейтін жүйе кетсін, талап етеміз. Соңына дейін талап ететін боламыз. Біз көп болсақ ертерек кетіреміз ағайындар. Көп болуға тырысайықшы ағайындар, жұмыс істейік. Қиын ағайындар, жағдай қиын, өте қиын. Негізі Қазақстанның байлығы өте көп, бірақ шетелге кетіп жатыр байлықтар. Ал өзіміздің қазақтар жүр қиналып. Көп екен өте. Просто жаным ашиды, жүрегім езіліп кетті. Адамдардан ақша сұрағандар өте көп. Именно қазақтар. Үйі жоқ қазақтар жүреді қашанғы. Просто намысын біледі да, Қазақстан байлығы көп. Байымыз дейміз. Қазағымыз ақша сұрап жүр. Осыдан 2022 жылы Түркістан қаласына барған едім бұл жерге де. Ол жерде де базарда да қазақтар қол жайып жүр. Просто намысын келеді екен. Шыны керек. Менің жүрегім ауырып кетті, шыны керек. Именно қашан қарасаң осы 21-ші ғасыр ғой. Әліге шейін біздің қазақтар қиналып келеді. Мен ойлаймын да, қашанға дейін біздің қазақтар қинала береді. Просто жүрегім ауырып кетті да, 2022 жылда Түркістанға барған кезде ақша сұрап жүрген қазақтарды көремін. Алматыға барған кезде де Алтын Орда мосттың үстінде тұрыпты жаңа балдармен да ақша сұрағандар. Бірінші рет көруіміз ол кезде. Қазақтың көп жері Алматы ғой, Алматы, Түркістан. Менің қолымда бірақ ештеңе келмейді, мен бай емеспін. Бай болсам, бүкіл қазақты олай істеп қоймас едім, шыны керек. Просто жүрегім ауырып